Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін біз драфт функциясын өтеміз. Бірінші әдеттегідей скетчті басып, жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Содан кейін мынандай бір төртбұрыш сызайық. Ұзындығы ені маңызды емес. Осыны өсірейік. Осындай қылып өсірдік. Енді филет жасайық. Мысалы, мысалы филетті бір шетіне жазсам, тек қана бір шеті ғана қисаяды, мысалы, көргеніңіздей. Бірақ төртбұрыштың ортасына бассам, төрт жағы да сразу қисаяды. Филетті азайтайық кішкене. Осындай. Содан кейін бұрыштарында филетпен жасайық. Мына жағынан басатын болсам, асты да филет болып кетеді. Оның астын филет болғанын қаламаймын. Үстемді. Үстіп төрт жағынан филет жасадым міне. Бұл болды. Енді драфт таңдаймыз. Neutral plane дейді. Нейтральный және қозғалмайтын, осыған қарай майысатын алаң. Көрдіңіздер ме? Жан жағы майысып кетті. Reapply fillet десем, reapply fillet деген филетті қарастыра отырып майыстыру деген. 50 градусқа көрдіңіз бе, майысып тұр. Бұны азайту болады. Мысалы, немесе керісінше жасау болады. Немесе керісінше осылай жасау болады. Көрдіңіз бе, драфт деген қалаған қабырғаларды қисайту. Осымен бүгінгі сабақ тамам. Сау болыңыздар.